Әуликөл ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Новоселовка орта мектебінің өзін-өз тану пәнінің мұғалімі Жылмағамбетова Ажар Жапарова. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өзін-өз тану сабағының ережесін есімізге түсіріп алайықшы. 5Т ережесі: тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Бүгінгі сабағымызды осы ережемен өткіземіз деп үміттенемін. Сабақтың тақырыбы адамның мүмкіндіктері, құндылығы, ішкі тыныштық, қасиеттері, жалқаулықты қадағалай білу, байсалдылық, шыдамдылық. Мақсаты оқушыларға өз мүмкіндіктерін қалай тануға болатынын ішкі тыныштық құндылығы арқылы түсіндіру. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: ойға алғанның бәрін адамның ынта жігерімен жүзеге асыруға болады. Бұл бізде халық даналығы. Ал балалар, енді дәйек сөзді дәптерімізге көшіріп аламыз. Келесі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: өз мүмкіндіктеріңізді пайдаланып жүресіздер ме? Екінші сұрақ: дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Ал енді өсиет әңгімені тыңдайық. Ата көрген оқжынар. Ата бабамыз ұлды өздерінде еңбек сүйгіш, малсақ, жауынгер, әнші, күйші, аңшы, құсбегі, бесаспап азамат етіп тәрбиелеуді мақсат еткен. Жігіттің бойына өнер мен еңбекті, ізгі адамгершілік қасиеттерді қатар сіңірген. Ер баланы 5 жасынан бастап ат жалын тартып азамат болғанға дейін мал бағумен, аң аулауға, отын шабуға, қора салуға, ағаштан, теріден, темірден түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауға, яғни қолөнер шеберлігіне баулыған. Әкелері мен аталары ұлдарға мал жоюдан бастап шаруаның алуан тәсілдерін үйретіп баққан. Ежелден мал бағып, айға қарап, жұлдыз санап, күн кешкен қазақ халқы өз ұрпағын өсімдіктің түр-түсін ажырата білуге, қараңғы түнде аспанға қарап, бағыт-бағдар белгілеп, қоныс суды дәл табуға үйреткен. Қонақ күту, үлкенге иіліп сәлем беру, ән айтқызу, домбыра тартып күй шерткізу, өлең жыр жаттау, жаңылтпаш, жұмбақ үйрету, немесе теңге алу, жамбы ату, аударыспақ, сайыс, көкпар, күрес сияқты ұлт ойындарын үйрету тәрбиенің басты шарты болып есептелген. Отбасындағы ұл тәрбиесінде әке мен аталардың рөлі ерекше. Әке отбасының басшысы, оның мүшелерінің тірегі, асырап сақтаушысы, қамқоршысы. Әкенің мінез құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы, өнер білімі, ол баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, соған қарап өсетін нысанасы. Ал өздеріне қойылған сұрақтарға жауап беріп, дәптерімізге жазамыз. Бірінші сұрақ: сендерге ана, әке, әже, аталарын қандай әдептілік ережелерін үлгі етеді? Екінші сұрақ: сеніңше әдептілік бастауы не деп ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап береміз. Ал енді сабақтың келесі кезеңіне көшеміз. Шығармашылық жұмыс. Бірінші тапсырма: түсіндірме сөздіктен қабілет, дарын, парасат, ақыл мағынасын тауып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу керек. Екінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлең жолдарын аяқтау керек. Керек сөздер: таза, дана, бала, кіші, асыл, ақын және де кісі. Ал енді біз сабақтың соңымызға жеттік. Енді сіздерден аяқ қолыңызды айқастырмай,
Түзу отыруыңызды өтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуымызды жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз демалады. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуаныш қабылдаймыз. Демді сыртқа шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Кәне, дайындалайық балалар. Көзімізді жұмамыз. Арқамызды тіктейміз. Қолдарынды тізеге қоюға болады. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерімізді есімізге түсіріп, жүрегімізге сақтайық. Назарларыңызға рахмет.